достар, менің атым Камила Талғатқызы, және сіз бүгін менің YouTube видеомды қарап отырсыз. Бүгінгі видеода атап тұрғандай IELTS дегеніміз. IELTS деген не екені жайында сөйлесеміз, және неге бәрі IELTS жасау керек деп айта береді, соны айтамыз. Сонымен бастадым. Ең бірінші, IELTS деген не? IELTS деген International English Testing System деп аталады. Не үшін қолданады? IELTS-ның екі түрі бар. General IELTS және Academic IELTS. General деген бір жалпы IELTS. Ол жалпы ағылшын тілін білесіз ба, соны тексереді. Неге керек ол? Ол иммиграцияға керек. Мысалы, сіз Америкаға ұшып бара жатсаңыз, иммиграцияға, немесе Канадаға отбасыңызбен оқуға байланысты емес, жай ғана өзіңіз сол жақта тұрғыңыз келсе. Ал академик IELTS ол университетке түскіңіз келетін болса, медицинаны оқығыңыз келетін, кез келген нәрсені оқығыңыз келетін болса, шекарада дегенде басқа мемлекетте. Сонда мен бакалаврға және магистратураға түсу үшін IELTS тапсырған болатынмын. IELTS тесті академик тесттің кішкене өзгеше general тестімен. Қазір оның бәрін түсіндіремін сіздерге. IELTS тесті бірінші қанша теңге тұрады? Сол сұрақтан бастайық. IELTS тесті 63 мың теңге тұрады Қазақстанда. Ал мен Будапештте тапсырған болатын. Мен Қазақстанда да Будапештте тапсырғам. Будапештте оның бағасы 73 мың теңге. Сондықтан Қазақстанда тапсырыңыздар деп па, Будапештте емес. IELTS-тың өзінің қазіргі кезде екі түрлі тапсырса болады. Ол paper-based және computer-based. Paper-based дегеніміз қағаз бойынша тапсыру, computer-based компьютермен тапсыру. Сонда сіз қағазбен жазасыз қолыңызбен, немесе компьютермен тапсырасыз. Мен IELTS-та өзім 3 рет тапсырған болатынмын. 3 ретте мен paper-based жасаған, қағазбен жасаған болатын. Балдарымды айтып кетейін өзімнің. IELTS-ты мен Назарбаев университетке түсу үшін тапсырғам. Неге Назарбаев университетке түсу үшін тапсырғам? Егер Назарбаев университеті Қазақстанда болатын болса. Өйткені Назарбаев университетінде оқу ағылшын тілінде. Кез келген оқу ағылшын тілінде университеттерге сізден IELTS-ты сұрайды. Сонда менен IELTS-ты сұрады бакалаврға және фаундейшнға түсу үшін. Менің ол кезде IELTS-ым 7 болатын, 7.0. 7.0 деген ол жақсы IELTS балы, бірақ одан да жақсы алуға болатын еді. Бірақ мен ол минимум балдан жоғары болды, сол үшін екінші рет тапсырған жоқпын ол кезде. Бірақ Назарбаев университеттің 3-ші жылында мен шетелге көшемін деп шештім. Шетелге оқумен көшемін деп, сол оқумен көшу үшін грант, стипендиум Хунгарикум грантымен. Ол грантта IELTS-ты сұрады бізден. Мен тағы да бір рет IELTS тапсыру керек болдым, өйткені IELTS 2 жыл сертификаты болады қабылдауға. Сонда оның да срок годности дейді ғой, сондай бар. Сонда 2 жылдан кейін IELTS-ың сіздің уже жұмыс істемейтін болады. Қайтадан тапсыру керек боласыз. Сонда мен екінші рет тапсырдым. Екінші рет тапсырғанда мен 7-5 балын алдым. Меніңше жақсы бал. Бірақ әрине одан да жоғары алса болады. IELTS-та барлығы 9 бал бар ғой, сонда мен 7-5 алдым. Одан кейін соңғы рет IELTS-та мне осы 2020 жылдың қыркүйегінде тапсырған болатын, 19 қыркүйек әлі есімде бар. Мен балым осы жолы 8-5 болды, және оған өте қатты қуанышты болдым, және кішкене шок болдым шынымды айтсам. Өйткені ең жоғары бал 9 ғой. Сонда мен 8-5 алдым. Сонда мен ағылшынша шетелдегі өзі американдықтар сияқты сөйлей аламын деген сөз ғой. Менің ойымша бұл керемет көрсеткіш, және сізге де сондай көрсеткіш алуды қалай алу керек екен, тағы да видеоларда көрсетемін. Мен өзім инстаграмымда ол туралы көп айтамын, сол үшін мен дескрипшнда менің инстаграмыма жазылыңыздар, описанияда осы. Сонда біз IELTS-ты шетелге оқуға керек екенін түсіндік. Сонда кез келген шетелде ағылшын тілінде оқитын болсаңыз, сонда IELTS 100% керек болады сізге. Ал IELTS керек емес жерлерге сіз басқа бір экзамен тапсыру керек боласыз онда. Сонда мен IELTS-тың ішінде не бар екен айтайын. IELTS-тың ішінде 4 түрлі секция болады. Сонда біреуі оқу секциясы, біреуі жазу секциясы, біреуі тыңдау және біреуі сөйлеу секциясы. Speaking, reading, listening and writing. 3 секция бір уақытта болады. Ол секциялар оқу, жазу және тыңдау, олардың бәрі бірге жүреді. Ал одан кейін сөйлесу ол бөлек болады, өйткені сіз адаммен сөйлесетін боласыз, бір адаммен. Сонда ағылшын тілінде бірінші экзаменға келген кезде сізге не беріледі? Бірінші сізде listening болады. Listening деген тыңдау. Сіз деген 40 минут бойы 30 минут бойы тыңдайсыз, ал 10 минут бойы жазасыз әрине, бірақ 40 минут бойы сіз listening жасайсыз. Listening-да тыңдайсыз, сіз 40 сұраққа жауап беру керексіз. Аудио қосылады, және сіз ол сұрақтарға жауап бересіз 40 сұрақтың ішінде.
Содан кейін оған балл беріледі. 40 сұрақ 9 балл деген сөз. 39 сұраққа жауап берсеңіз, ол 9 балл, 38-ге жауап берсеңіз, ол 8-де 5 деп, сондай балдар болады. Сондан листингтен бір бөлек балл аласыз, сосын жазудан бір бөлек, оқудан бір бөлек, сонда бәріне бір бөлек балл алып, бірге қосылады да, содан кейін қайтадан бір жалпы балл шығады сізде сонда. Кейбір университеттерде жалпы балға ғана емес, барлық балдардың жоғары болуына қарайды. Өйткені бір балл тым жоғары болып, бір балл тым төмен болса, сіз онда бір жерден жақсы, мысалы сөйлесе аласыз, бірақ жаза алмайсыз деген сөз ғой. Сол үшін бәрін бірге алып жүру керек. Listeningтен кейін, тыңдаудан кейін сізде reading болады. Reading деген оқу. Сізге 3 түрлі текст беріледі. Ол тексттерде 500-900 сөз болады. Олар бір бет десек болады, А4 беті. Оларда сізде 40 сұрақ беріледі қайтадан. Әр текстке бірнеше сұрақ. Сұрақтардың түрлері әртүрлі, мысалы multiple question, multiple choice деген multiple choice question болады. Multiple choice дегеніміз бірнеше А, Б, С варианттары бар сұрақ болады, немесе бір сөз жазу керек болады, мысалы тексттен тауып, немесе текстің абзацтарына тақырыбын қоятын сұрақтар болады, немесе бір сөйлемді жалғастыр, немесе мына факт текстпен дұрыс па дұрыс емес па дегенде сұрақтар болады. Сонда сіз текстті оқып 60 минуттың ішінде 40 сұраққа жауап беру керексіз ғой, 3 текстті. Келесі readingтен кейін сізге writing болады. Writing деген жазу. Жазу екі тал неден тұрады, эсседен тұрады. Task 1 and task 2. Бірінші текст эсседе 150 сөз жазу керексіз, және ол жерде көп кезде әртүрлі сізге статистикалық немесе бір сурет беріледі, сол суретті сіз сипаттау керек. Сурет дегенде ол енді бір үй немесе күн болмайды, ол жерде графиктер, немесе pie chart, немесе диаграмма, немесе план, карта болуы мүмкін. Және сіз оны сипаттау керексіз. Сипаттап, оны және салыстыру керексіз бір-бірімен. Сонда жай ғана 150 сөз бойы соны сипаттап беру керексіз ғой өзіңіздің тіліңізбен. Келесі ол 150 сөз жазасыз соған, ал келесі де 250 сөз жазу керексіз. Ол жерде бір ой беріледі, және сіз ол ойды жалғастырып, сол туралы эссе шығарма жазасыз. Сонда ойлар мысалы технология, инновация, туризм, университет, школа, политика сияқты тақырыптарда болады көп кезде. Мысалы сұрақтардың ішінде мұндай болуы мүмкін. Қазіргі кезде адамдардың көбісі телефон қолданып жатыр, және социальный сеть қолданып жатыр, және оған ақпараттан салады. Сол ақпаратпен бөлісу дұрыс па, дұрыс емес па? Кей адамдар сұрайды, ол дұрыс емес деп. Айтыңыз сіз өзіңіздің ойыңызды, және пример беріңіз дейді. Сонда сіз өз ойыңызды айтып, одан кейін примерлер жазу керексіз ғой, сол 250 сөз бойы. Оны одан кейін тексереді, сізге балды қояды. Кейін сізде сөйлесу болады, ол speaking. Сөйлесу кезінде сізде 15 минут, бір 11-15 минут бойы болады. Ол жақта 3 секция болады әрине. Бірінші секциясы ол introduction деп аталады. Introductionда сізде жай ғана кіріспе сұрақтар қойылады. Мысалы, сіздің қай жерденсіз, немесе сіздің үйіңіз, немесе туризм, немесе достар, кітап, телевизор, сондай бір өзіңізге ұнайтын сіздің сүйікті телепередачаңыз, сондай сияқты сұрақтар болады, оңай сұрақтар. Одан кейін екінші партта, екінші бөлімінде сізде 2 минут бойы сізде монолог болу керек. Сізге бір тақырып беріледі карточкамен, сол тақырыпта сіз деген 2 минут бойы тоқтамай сөйлеу керексіз. Одан кейін үшінші частта көбінесе философияға бір тереңірек сұрақтар қойылады. Мысалы, технология туралы, наука туралы, ғылыми бір нәрсе сұрақтар болуы мүмкін. Немесе кез келген тақырыпта бір сұрақтар, және сіз оны ойыңызды айту керексіз. Мысалы, сенің еліңде, көп кезде сұрайды, сенің еліңде технология қалай дамыған деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Соған жауап бересіз өзіңіз. Міне осымен сіз деген сөйлеуді бітіргеннен кейін болды, сіз деген үйге барасыз, өзіңіздің балыңызды алатын боласыз. Ал енді IELTS жайлы ең көп қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Ең бірінші сұрақ ол қай деңгейден бастап IELTS-ті тапсырса болады. Әрине кез келген деңгейде тапсырса болады, бірақ кез келген деңгейден жақсы балл алса болады деген ол дұрыс емес. Ең бірінші айта кететіні, сізде жоғары деңгей бар болса да, бірінші сіз IELTS-қа дайындалу керексіз. Өйткені IELTS-тың сіз ережелерін білу керексіз, және оны қалай тапсыру керек екенін білу керексіз ғой. Жай ғана оған бара салып тапсыра салсаңыз, сіздің балыңыз төмен болып қалуы мүмкін. Өйткені IELTS-та нақты бір нәрселерді сұрайды сізден.
нақты эссенің түрін сұрайды, нақты жазылуын сұрайды, нақты сөйлеу керек, нақты сөздерді сұрау керек. Сіз күнде оны қолданып жүрсеңіз де академиялық тұрғыда кішкене бөлек болады әрине. Мысалы, менің де қазақ тілде мен күнде сөйлеп жүргенім бір бөлек, ал академияда адамдардың сөйлеп жүрген сөздік қоры да бір бөлек. Сондықтан сізге бір нақты сөздерді үйреніп алу керек оның алдында. Сол үшін жоғары деңгей бар болса да бір-екі ай дайындалыңыздар. Ал сіздің деңгейіңіз төмен болатын болса, онда орташаға дейін көтеріңіз деп ойлаймын. Орташа дегеніміз ол intermediate, upper intermediate-ға дейін көтеру керек қой. Intermediate, upper intermediate менің ойымша 5-тен 7-ге дейін алу мүмкін, сондай сізде деңгей бар болатын болса. Бірақ енді ең бастысы, менің ойымша, уақыт бар болатын болса, онда ерінбей ағылшынды бірінші көтеріп алыңыздар. Өйткені 63 мың теңге ол жерде жатқан жоқ, ол ақшаны қайта-қайта тапсыра берген менің ойымша дұрыс емес. Оның орнына өзіңізді тексеріп көріңіз. Қазір интернетте өте көп нелер бар, практикалық тесттер бар, соларға дайындалсаңыз болады. Немесе мен өзімде не бар, чек-лист бар, соны мен сатып алсаңыздар болады. Ол чек-листтің ішінде практикалық сұрақтар бар, және IELTS-тың түсіндірмесі, және IELTS-қа көптеген ақпарат бар. Оны да мен сіздерге қалдырып кетемін, WhatsApp номерді, соған жазсаңыздар болады. Егер сізде IELTS туралы және де тағы көп сұрақтар болатын болса, комментарийға қалдырыңыздар. Осыдан кейін мен IELTS-қа қалай дайындалу керек екенін айтып берсем болады сізге, егер сізге қызықты болатын болса бұл тақырып. Рахмет үлкен. Ой, мен ондай сатып алдым, айтқым кетті. Жақында өзім ойлап жүрмін, кітаптар оқып жатырмын көптеген бос уақытымда. Сол кітаптар бойынша видео жасағым келіпті жақында. Сол үшін YouTube-ма жазылып кетіңіздер. Жақында жақсы видеолар болады. Комментарий және лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, және сіз IELTS-қа дайындалып жатсаңыз, сізге сәттілік.